Сәлем қыздар, бүгін біздер бауырдан котлет жасайтын боламыз. Құрамына картоп, морковь ештеңе қоспай, 100% бауырдың өзінен әдемі котлет жасайтын боламыз. Бауырдың осылай ең алдымен сыртындағы пленкасы деп жатады, соны алып аламыз. Егер сіздер блендермен өткізетін болсаңыздар, міндетті түрде алу керексіздер. Ал егер ет тартқыштан өткізетін болсаңыздар, онда жай ғана кубиктен турап өткізе берсеңіздер болады. Мен қазір блендерге салып жатырмын. Осылай қабығын алып алғаннан кейін сыртында пленкасын 4 бөлшек етіп турап блендерімізге саламыз. Бауырдың көлеміне қарай 2-3 бөлікке бөліп езіп алсаңыздар болады бауырларыңызды. Мен 2 бөлікке бөліп ездім. Бауырдың үстіне сарымсақ, жұмыртқа және 1 кесе сүтімізді құйып, ең жоғары жылдамдықпен бауырларымызды езіп аламыз осылай. Осылай езіп алған бауырларымызды бір құрғақ ыдысымызға салып алып, екіншісінде дәл солай үстіне сарымсақ, сүт, жұмыртқамызды қосып, екінші рет қалған бауырларымызды езіп бәрін біріктіріп, үстіне тағы 1 стакан сүт, тұз, бұрыш және де ас содасын қосып, 1 стакан ұнымызды салып, кубик болып қалмайтындай, ұнымыз бен бауырымыз бір-біріне жақсылап араласатындай етіп араластырып аламыз. Және де үстіне мен 4 қасық сұйық май құйдым. Сұйық майды міндетті түрде құюымыз қажет. Осылай барлығын жақсылап араластырып болғаннан кейін табамызды майлап, өздеріңіз қалағандай етіп құйып, табаға 2 жағы қызарғанша пісіріп алатын боламыз. Мен неге бауырға картоп, морковь қоспайым, себебі бізде картоптың өзінің крахмалы шығып кетеді, сондықтан қоспай пісіремін. Осылайша біздің бауырларымыз дайын болды. Барлықтарыңызға ас болсын. Каналға жазылуды ұмытпаңыздар.